Тең келмейтін алтындай еш қолдағы, өзің едің әке үйдің зор бағы. Жарық берер айымыздай көктегі, болушы едің жанымыздың қорғаны. Біздер үшін асқар едің шың асқақ, сенсіз қалды жанымызда тым ақсап. Жанарларды жәудіретіп мәңгілік, кеттің әке жанымыздан шырақтап. Жадымыздан өшпес мәңгі әкешім, анаға жар ал біздерге әкесің. Немереңде шөбере мен шөпшегің, бәрі сені сағынуда әкешін. Шырақ едің, сәуледің, ай едің, жаны толы мейірімге бай едің. Ілім білім тәрбиеге қаныққан, үлгі алар ер атына сай едің. Бәрі дана бір өзіңнен басталды. Сен деп жаздым алғаш өлең дастанды. Қуандым ба, өзің бар деп қуандым. Жыладым ба, өзің жоқ деп жастамды. Бәрі дана бір өзіңнен басталды. Жанарыңнан көрдім алғаш аспанды. Еркелесем бір өзіңе еркелеп, жасқандым ба, тек өзіңнен жасқандым. Алғашқы дәм, ол да сендік сүт еді. Ақ сүт берген қашанда үміт күтеді. Отанымның өзі сенен басталып, жауларыма жеткен жерден бітеді. Қатал тағдыр ойнатып ойрандауыл, батырарын сездік пе ойлар қауыр. Қапияда ажалдың оғы тиіп, қайрылмастан кеттің бе қайран бауыр. Қойнын алды қара жер ардауылын, асыл бейнең көңілде қалдау үнің. Топырағың торқа боп тыныш ұйықта, жадымызда өшпейсің жан бауырым. Біз атамыз бен апамызды көрмей өстік. Тегіміз сыбан, оның ішінде ергебек тен тараймыз. Қоқанұлы Төлебай атамыз анау 20 жылдардың аяғы 30 жылдардың ішінде сол бөлікті соғымда болыс болып қызмет атқарған екен. Кейінгі соғысыны көрген елдегі ақсақалдар, олардың ұрпақтарын айтуына қарағанда атамыз Төлебай беделі жоғары абыройлы кісі болып деседі. Елдің есінде қалғаны көпшілігі айтып жүреді кейінге дейін. Ашаршылық кездерінде бүтін сол бөлікті ауылындағы елмен бірге Қытай еліне көшеміз дегенде ауылдың іргесін сөктіңдер, ағайын туыс жат-жаттардың арасын бөлмейік, қиыншылықты бірге көрсек те, қалыңдар бала шағаларыңа өзім қарайласам көмектесем деп ауылдың көбін алып қапты. Енді оны кейінге дейін айтып жүретін. Сондай бір жақсы қасиеттер болса керек. Кейінгі жылдары міне атам әкемізден де өмір бақи сол Жарма ауданында қызмет атқарды. Енді ол кісінің айтатын жұмыс деп жүре беріппіз. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін осы немерелерімді сендер көрмеген танымайтын туысқандармен араластырам, таныстырам. Анау аталарыңның жатқан жерін, апаларың жатқан жерін көрсетем деп жүруші еді. Ол жасқа да жетпей дүниеден озып кетті. Төлеубай атамыздан 5 ұрпақ болған дейді ұрпақтары. Балаларын көріп, қазір ағайын туыс болып араласып жүргендер Медеухан атаның ағасы мен апайы, Семейхан ата мен Гүлсім апайдың балалары немерелері. Семейхан атаның балалары марқұм Қизаш апай, Фарида апай, Толымхан марқұм, Есем марқұм, Құралхан, Оралхан марқұм, Әсемхан марқұм, Гүлнара Шопайхан. Ал Гүлсім апайдан Жазира марқұм, Қайрат марқұм, Жазима, Қанат ұрпақтары өсіп өніп келеді. Тәубе, еліміздің экономикасының әр саласында жұмыс істеп жүр. Медеухан атаның тағы да жақын араласқан аталас ағасы Самарқан атаны Жарма өңірі жақсы таниды. Прокурор, партия, совет қызметінде болған Самарқан ата мен Дәрияш тәте қызметтің қадір қасиетін көрсе де, тағдырлары өте қиын болғаны рас. Перзенттері Көкежан, Әкежан, Бауыржан өмірден тым ерте кетті. Қазір арттарынан қалған Бақытжан ұлы мен Жанна қызы дұға оқып,
ата-анасына, ағаларын еске алғаннан басқа амалдары бар ма? Өздері, ұрпақтары аман болсын. Әкелері Медеухан өмірден өткеннен кейін тағдырымыз қиындай түсетіні, арқа сүйер адамның болмауы, орнына ойсырап қалуы туралы балалар іштей сезініп жүрді. Жаратылыс біткеннің жадында әке ұғымы қасиетті, қадірлі кейіпте сақталады ғой. Бірақ амал қанша, тірі адам тіршілігін жасайды. Медеухан Төлеубайұлы қызыл шырайлы, орта бойлы, кең иықты кісі болатын. Табиғатынан тік мінезді, бірақ ақ көңіл, білімді, еңбекқор еді. Партия совет қызметкері болған әкелері өмірін тек қызметке арнады. Ол кезде совхозда жұмыс таңғы 6-дан түнгі 12-2-ге дейін болатын. Демалыс дегенді қысы жазы білмейтін, жұмыста қатал болды. Бірақ жұмыстан тыс уақытта өте мейірімді, кішіпейіл болды. Үлкен кішімен жылы сөйлесіп жүретін дейді совхозда бірге жұмыс істеген әріптесі. Мен енді Михайловка совхозында Медеухан Төлеубайұлы партия ұжымының қатысушы болып тұрғанда оқу бітіріп келдім. Сол кісілердің берген тәлім тәрбиесімен, сол кісілердің көрсеткен жолымен сол совхозда агроном, ферма меңгеруші жұмыс атқардым. Кейінгі жылдар тоқырау заманында мемлекеттік қызмет жасап жүргенде де Медеухан Төлеубайұлының айтқан ақылы, берген кеңестері маған рухани азық болып жол көрсетті. Әке көрген оқ-жанар деп, балалары да ербосын болса ауыл шаруашылығында кейіннен мемлекеттік қызметті абыроймен атқарды. Қызым Мәдениет Медеуханына білім саласында лауазды жоғары қызмет атқарды. Келіні қымбатты медицина саласында менің жолдасым Аймамен бірге істеді. Ол кісі де бүкіл ауылдың құрметіне ие болған деп ойлаймын. Немерелері де міне жоғарғы оқу орнын бітіріп, қазір бір саланың мамандары. Ол сол енді ұлы Серікпен, марқұммен мен совхозда біраз жұмыс істедім. Еркін марқұм менің бала шағама мектепте дәріс берді. Бала кезден танимын. Негізі себебі баласы Серікпен бала кезден тайғұлындай бірге тебісіп өстім. Кейіндер енді өмірдің ағымымен оқу бітіріп келгеннен кейін мен ол кісімен жұмыс ретінде тәлім тәрбиесін алдым. Әке ретінде, қоғамдық жұмыс ретінде. Сол кездерде көп ақыл кеңесін айтып, мен ол кісімен көп жұмыс істедім. Ол кісі партия ұйымының қатысысы болды. Мен ол кезде комсомол ұйымының қатысысы болдым. Кәсіподақ ұйымының басшысы Сағат Смаханович болып еді. Сол кезде ол кісілердің және де ол кісінің көп айтатын сөздері, көп айтатын тәлім тәрбиелік мәндер тәрбиесі көп болды. Және ол кісі аудан көлемінде беделді адам болды. Аудан көлемінде сыйлайтын. Сол кісінің сол алған тәрбиелерін бәрі кейінгі жұмыс дегенде көп бізге пайдасын тигізді. Жұмысқа, мейрамға кеткендей кететін. Үйге қонаққа тек басшылар ғана емес, шопандар, механизаторлар, үлкені бар, кішісі бар көп келетін. Әкеміздің ғұмыры қысқа болса да, өмірі мәнді, сәнді өтті деуге болады дейді балалары. Медеухан атам туралы еске алып кетсем деп отырмын. Менің атам өзі Медеухан атамның бауырына басқан қойында жатқан жалғыз немересімін. Ол кезде атамның көзі тірісінде 5-6 жаста ғана едім. Апамның айтуынша, енді есімде өзімнің де еміс бар. Осы апамнан қашып конторға барушы едім. Сонда конторға бара жатқан кезде терезеден көріп атам, Медеухан атам, осы хатшысына, жанда тұрған апайларға конторда бірге істеген, қуанып айтып жүреді, анау тағы келе жатыр деп. Сондай бір қызықтары болушы еді. Түнде ұйықтап қалған кезде жұмыстан қай уақытта келсе де, мен өзімнің есімде бір атам келгенде өзі құшақтап ұйықтайды мені деп, жаңғы жатып алатын кездерімде болған. Немесе өзі мен ұйықтап қалған кезде апамның жанында.
өзі көтеріп мені алып кетуші еді. Сондай бір қызықтары бар. Аналары Мақсура Абралы жерінің тумасы. Кейін әкесі Құрманбек ұстаздық қызметін Абай ауданының Қызылту ауылында жалғастырып, көшіп барады. Құрманбек атамыз Ұлы Отан соғысында қайтыс болады. Өзінен кейін қалған 3 бауыры Метал, Марат, Манар жастары кіші болған соң туған анасынан ерте айырылған Мақсура апа колхоз жұмысына ерте араласып, екінші анасына көмектеседі. Соғыс кезінде 13 жасымда 11 сиыр саудым. Ауылдастар майын қорытып соғысқа жіберетін деп немерелеріне апасы айтып, еңбекқор болуға шақыратын. Апамыздың 3 бауырының ұрпақтары тәубе, шүкір, жалғасуда. Метал нағашылары ерте өмірден өтті. Ұлағатты ұстаз Гүлсара келіні 6 баланы өсіріп жеткізіп, үйлендіріп, немерелі болды. Марқұм Марат нағашылары Абай ауданында өмір бойы партия совет қызметінде болып, Роза жеңгелері мен 3 баланың әкесі, анасы атанды. Қазір 80-нен асқан Манар нағашылары жазушы, сатирик, Қазақстан Республикасының жазушылар одағының мүшесі, Әсел жеңгелері мен 4 бала сүйіп отыр. Сонымен қатар Құрманбек атаның туған қарындасы Айшапаның балалары мен немерелерімен әулет тығыз қарым-қатынаста. Айшапаның балалары Слямғазы, Жолғазы, Сандуғаш, Бағдат жанұяларының шаңырағының түтінін түтетіп отырған балалар мен немерелері қазір ел қатарлы өмір сүріп, әр салада қызмет етуде. Оларға бас көз болып отырған Қарлығаш, Жанатқазы және де Озат есімді апа ағаларының еңбегі өте зор. Әкелері Семей қаласында Жаңа Семей аудандық партия комитетінде нұсқаушы болып қызметте жүргенде Мақсура апамен танысып тұрмыс құрады. Үйленгендеріне биыл 70 жыл толды. Анам өте қарапайым, мінезі биязы, еңбеккөр адам болды. Үй шаруашылығы анамның толық жауапкершілігінде болды деп айтуға болады. Әсіресе мен балаларыма сіңген еңбегі өте зор. Сол анамның арқасында өмір бойы үздіксіз еңбек еттім. Сондықтан анама айтар алғысым шексіз. Отағасының тапқан табысын ұқсатып, 6 баласын өсіріп жеткізді. Бір қызы ертерек қайтыс болды. Әсіресе апаларының еңбегі немерелеріне сіңді. Апалары тірі кезінде немерелері үйден шықпайтын. Әр қайсына еркелетіп, мінезіне қарап, ат қойып, үй шаруасын үйрететін. Биыл апамыздың қайтыс болғанына 15 жыл болыпты. Уақыт деген зымыра өтеді. Енді Мақсура апамызға келсек, Мақсура апамыз бала кезімнен сол кісінің тәрбиесінде өстім. Анамыз мектеп директоры болды, қызметте болды. Көбінесе жұмыс бабымен таңертең кешке дейін жұмыста жүргендіктен тәрбиемізге апамыздың сіңген еңбегі зор. Апамызға келсек, енді апамыз кішкене мазасыз кісі болатын. Бауырым Ернат екеумізге қамқорлық көрсетіп, еңбекке, әсіресе мені, енді Ернатты көп жұмысқа нетпейтін, араластырмайтын. Ерке болғаннан оған басқа көзқараспен қаралатын екен. Маған сол еңбекке деген ерекше өзі еңбекке араластырып, тіпті сүт тарту, май жасау, нан салу, құрт жаю, сол барлық жұмысты, үй жинау, барлық жұмысты мен үйретіп, еңбекке ол кісі өте жалықпайтын. Үй шаруасына не болса да еңбек үй шаруасынан басталады деп айтушы еді. Қазір соны түсінемін, айтқаның бәрі дұрыс. Еңбек етсең ерінбей, тоядыған тіленбей деген сияқты. Апамыздың тәрбиесі мен үшін өте еңбегі зор, өте маңызды болып келеді. Апам туралы айтатын болсам, апам менің ақ жүзді адам болған. Әрдайым Ернұр, сен ептісің деп маған сәулетте епті деген ат қойған болған. Өйткені мен ол кісінің жұмыстарын әрдайым тиянақты орындап, көңілінен шығатындай ететін, сол себепті болған болар. Сондай қызықтары бар. Осы әулетте тек қана жақсылықтар болсын. Алдағы уақытта осы әулетте тек жақсы істер көрінсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
Атамызды көрмесек те апамыздың тәрбиесінде барлығымыз болдық. Апамыз бізді барлығымызды өзінше бір жақсы көретін. Есейе келе қызметке араласқаннан бері мен апамның қолында тұрып өстім. Апам тамағын дайындап, үнемі ақыл кеңесін айтып отыратын. Мен өмірге келгеннен бастап әжемнің қамқорлығында болдым. Өйткені кішкентай кезімнен мен өзім бауырына басып, менің әрбір ыстық суығыма күйіп, жанашырлық танытқан адамдардың бірі. Тіпті студент кезімде де менің әр күнімді ойлап, әр жағдайымды ойлап отыратын. Есіме ала кетсем, әлі күнге шейін сондай жылулықпен есіме түседі. Мен демалыс күндері каникул кезінде осы ауылға барғанда әжем сол кезде қонақтардан жинаған сарқытын бәрін қызым келеді деп жинап қоятын. Ол қанша уақыт өткенде оны ашып қарағанның өзінде кейбір заттары бұзылған дегендей, сондай деген ерекше қамқорлығы болған. Қазір ойласам, сол әжеме деген сағыныш бойымызды билейді. Тіпті мен Алижаным тұңғыш шөбересі дүниеге келгенде қасында болып, оны да өсіп өнуіне қол ұшын беріп, естелік фотосуреттерді қарап отырсам да ерекше бір әжемнің өзіме деген махаббатын білетінмін. Әжемнің мына сөзі есімде: 2 айымнан бастап бауырымда болсаң да, анам деп айтқан жоқсың, мамаңды үнемі іздеп жүретінсің деп есіне алатын. Бірақ дегенмен осы менің тұлға ретінде қалыптасуымда әжемнің үлесі зор болды деп айтқым келеді. Адамның қадір қасиетін, сіңірген еңбегін өлгеннен соң білесің деген ата-бабаларымыздан сөз қалып па? Биыл 2024 жылы Медеухан ата мен Мақсұра апа 95 жасқа келер еді. Үлкен ұлы Ерболсын мен келіні Қымбат. Ер мінезді, көпшіл, халық жанашыры Ерболсын аға көп жылдары әкесі жұмыс істеген Қызылағаш ауылында әкім болып жұмыс атқарды. Зейнетке шықты, халықпен бірге қиын заманда да өткізді. Елдің береке бірлігін сақтап, ауылдың үлкеніне де, кішісіне де қамқорлық жасады. Қымбат жеңге де бір жерде, сол ауылда 40 жыл акушер болып қызмет етті. 2000-нан астам бүлдіршіндердің кіндігін кескен анасы болды. Биыл Қымбат апайымыздың да өткеніне 5 жыл толады екен. Ел Қымбат жеңгемізді атасы Медеуханға тартқан ақ жарқын, ақ көңіл, көпшіл, қонақ жай деп айтатын. Ерболсын аға мен Қымбат жеңгейдің 3 ұлы, 1 қызы, 5 немересі, 3 жиені бар. Үлкен ұлы Елдар, келіні Айнұр, ұстаздар. Ернұр Астана қаласында мектеп директорының орынбасары, Маржан балабақша әдіскері. Аслан Павлодар қаласында алюминий зауытында цех басшысы. Нұргүл келіні облыстық салық комитетінің қызметкері. Қызы Еркежан Өскемен қаласының отбасы банкінің қызметкері. Дидар күйеу баласының да мамандығы ұстаз. еске аламыз әрқашанда. Анамыздың дүниеден өткеніне 5 жыл болады. Сол 5 жылда көп нәрсе өзгерістер болды. Нұртөреміз міне 10 жасқа, 11 жасқа аяқ басты. Әрқашан апасын апама, Қуан апама барам деп пойыз көрген сайын айтатын. Содан бері есімізде анамыз ақ жарқын, өзінің кең пейіл, кең жүрегімен әрқашан есімізде қалады.
Қымбатым туралы біраз естелік айтқым келіп отыр. Қымбатым деп тек айтқан жоқпын, ол маған сіңлі, дос, сырлас, әріптес. Ол қымбат әйелдердің би Фатимасы болды. Енді қымбат бірнеше рет облыс, аудан әкімдіктерінен грамота, алғыс хат алды. Медаль, ордендер алмаса да, ол халықтың алғысын алды. Оны ата-аналар мен балалар құрметтеді. Адамгершілігі мол, қолы ашық, мейірімді, күлкісі әдемі, білікті маман ретінде қымбат біздің есімізде қалады. Қызы Мәдениет әкесінің ерекше сенім артқан, жақсы көретін баласы. Ғұмыры қысқа болатын білгендей Мәдениетке бүкіл әулеттің береке бірлігін, қамқорлық жасауды тапсырғандай үнемі жанында ұстады. Бірі біледі, бірі білмейді. Кезінде облыстық, аудандық комсомол комитеттеріне қызметке шақырылғанда, ұлдардың барлығы студент, әскерде, маған көмектес, үйде бізбен бол деп жібермеді. Мәдениеті әкесінің ізімен, көрген тәрбиесінен, өз еңбегімен, әкесімен жұмыс істеген ағаларының, інілерінің қолдауымен білім саласының ең биік шыңына жетіп, аудандық, қалалық білім бөлімдерінің, облыстық білім басқармаларының, министрдің өкілі болып, Атырау облысында бақылау департаментінің басшысы болып қызмет етіп, абыроймен зейнеткерлікке шықты. Қазірде қызметтен кеткен жоқ. Оқу-ағарту министрлігіне қарасты Өркен ғылыми практикалық институтының сарапшысы, Абай облысының білім басқармасының жанындағы ардагерлер кеңесінің төрайымы. Мәдениет апайдың қызы Данара анасының жолын жалғастырып, Астана қаласының мектеп-гимназия директоры болып қызмет етеді. Олы Ернұр Өскемен қаласында геопроект ТО-сында директор, келіні Лаура мамандығы ұстаз, кенже ұлы Ернат Семей қаласында құрылыс фирмасында мастер, келіні Арайлым дәрігер. Мәдениет апай бақытты апа болып, бүгінде 7 немере сүйіп отыр. Серікжан бауырымның есімін әкем серігім болсын деп таңдап қойыпты. Өте сондай еңбекқор жан болды. Бастаған ісін бәрін аяғына дейін аяқтайтын. Үйдің бүкіл құрылысы Серікжанның мойнында болды. Әскерден соң медакадемияға түсті, бірақ медакадемияны бір жылдан кейін тастап кетті де, өте орысша оқыған қиын екен деп, сол кезде сондай проблема болды ғой. Қиын екен деп келіп үйге әкеме совхозда жұмыс істейін, кейін оқып алам деп айтты. Сол совхозға әкем әрине мен басшымын деп арланған жоқ, қарапайым жұмысқа кіргізді. Газ таситын жүргізуші болды, еңбек етті, кластасы Қаламқасқа үйленіп, балалы шағалы болды. Серікжан да қарапайым, не сондай ақ көңіл биязы болды. Сол кезде енді жастардың санасы бөлек болды ғой. Совхозда жұмыс істеймін, заводта жұмыс істеймін, ешқандай арланбайтын. Сол жұмысын істеп жүргенде әттен қыршын жасы кетіп қалды. Сондықтан Серікжанды да біз өте сондай бір жүрегіміздің жылулығымызбен еске аламыз. Әттең, Серікжан қылшылдаған шағында 33 жасында өмірден өтті. Артында 3 кішкентай баласы қалды. Көп сөйлемейтіндігі, инабаттылығы, мейірімділігі енесі Мақсураға тартқан келіндері, ауданымыздың медицина саласында 43 жыл үздіксіз еңбек еткен Қаламқас 3 баланы жеткізіп, қос-қостан диплом алуға қолдау жасап, үйлендіріп, Серікжан көрмеген қызығын көріп отыр. Нұрым мектеп директоры, Айнұр келіні кәсіпкер, Сырым полиция офицері, келіні Шынар мектепте лаборант, қызы Ақбота мен күйеу баласы Саят ұстаздар. Қаламқас 7 немеренің апасы, 7-еуі де мектепте оқу озаты. Қайрат аға жанұяның 4-ші баласы. Алмагүл апай осы үйдің келіні болғанына 38 жыл болыпты. Екеуі 3 баланы өмірге әкеліп, 6 жиен сүйіп отыр. Қайрат аға еңбек жолының көбін Суздаль рудникінде өткізіп зейнеткерлікке шықты. Ресейге қарасты бұл рудниктің басшылығының шешімімен көп жылдар үздіксіз еңбек үшін 2020 жылы рудниктің алтын қызметкер атағын жеңіп алды. Алмагүл жеңгеміз жанұяның ұйытқысы болып, өмір бойы мақсат қоя білетін, соған жетуге ұмтылатын асыл ана.
медицина саласының зейнеткері. Тұра сөйлейтін көпшіл, ақ көңіл, әулеттің адал келіні 3 баласының оқу өсуіне үлкен еңбек етті. Қызы Елмира Семей медакадемиясын бітіріп, дәрігер анестезиолог болып Өскемен қаласында еңбек етеді. Күйеу баласы Ақылбек темір жолшы, қызы Гүлмира Абай облысының юстиция департаментінің бас маманы. Күйеу баласы Нұрлан мұғалім, ұлы Ердәулет инженер, геодезист. Ресей, Турция елдеріне ірі жобаларда жұмыс істеп, қазір Суздальда маркшейдер болып жұмыс істейді. Еркін марқұм әулеттің еркесі болған. Жас кезінен спортқа бейім болды. Өте шапшаң, ақ көңіл, досшыл, туысшыл, намысқой азамат еді. Жүгіріп жүрген, өмірге деген сүйіспеншілігі жоғары, адамның өмірден тез кетіп қалғаны кімнің болса да жүрегін ауыртты. Еркін ауруменен күресті, емделді. Қытай еліне де барып, ол жақтан ем алды. Россия елінен дәрі-дәрмектер алып емделді. Осы кездерде Мәдениет апайдың жолдастарының, мектеп ұжымының, туған туыстарының көрсеткен көмегі көп болды. Солардың қолдауыменен ем алып, біраз уақыт өмірін ұзартты. Сол кісілерге деген қазір ризашылығым зор, үнемі айтып отырамын, алғысым шексіз. Өйткені жарты жылда алып кететін жал, осы кісілердің қолдауыменен, емдеуіменен 2,5 жылдай уақыт еркін өмір сүрді. Балаларының қасында болды. Еркін Медеуханова менімен осы мектепте, емдеп жаңа мектебінде бірнеше жыл қызмет атқардық. Енді еркін туралы айтатын болсақ, мектептегі ұжымдасы ретінде қарағанда еркін досым марқұм. Сонау студент кезден бастап бір-бірімізбен араласып, кейіннен жанұялық жолдас болып кеттік. Сондықтан оның достығы, дос ретінде менің жадымда ең жоғары орында тұр деп айта аламын. Дегенмен өкініш өзекті өртейді. Неге дені сау спортшы азаматтың ғұмыры қысқа болды деген сұрақ туыстарын мазалайды. Еркін болса ғой сөйтуші еді, бүйтуші еді деп аға-апайлары, бауырлары, қарындастары армандайтыны шын. Еркіннің балалары да өсті, жетті. Сағдат жолдасы болса сөзінен ісі көп жан. Оларды оқытты. Серікжанды астаналық Елмира есімді қызға үйлендіріп, Ясина деген немере сүйді. Серікжан Суппорт Финанс ТО директоры болса, Елмира кәсіппен айналысады. Әкеме турнир өткіземін деп, Мәдениет апаймен ақылдасып, ниет білдіргеннің өзі де әкесіне деген сағынышын көрсетеді. Қызы шырайлым да әдемі, инноватты қыз болып өсті. Евразия университетінің ақпараттық технология факультетін үздік бітіріп, ақпарат министрлігіне қарасты орталықта жұмыс істейді. Индира әулеттің кенжесі. Әке-шешесінің өте еңбекқор, жауапкершілігі жоғары қызы. Индира ағалары апайы бірі студент, бірі әскерде жүргенде 5 жасынан бастап анасына үй шаруасына көмек беретін. Бірде каникулға келсем 5 жастағы Индира тазикке су құйып алып, носкилерді жуып отыр. Енді бір қарасам, үйлерді сыпырып, ыдыс-аяқ жууға ұмтылып жүр екен дейді апайы. Индира аудандық ауруханада перзентхана бөлімінде 30 жылдан артық медбике, кейін аға медбике болып қызмет етеді. Жолдасы Қанат өте қарапайым. Абай атамыз айтпақшы, ақырын жүріп, анық басатын азамат. Еркін марқұмның адал досы. Қанат орнын басып, күйеу бала емес, әулеттің ұлы сияқты. Бір қасиеті өз жұртында, қайын жұртында бірдей көреді. Балдыздары бәрі сыйлайды, жақсы көреді. Қазір Қанат балалар спорт мектебінде шаруашылық меңгерушісі болып қызмет етеді. Қанат пен Индираның 3 перзенті, 2 жиені бар. Үлкен қызы Арайлым Семей медакадемиясын үздік бітіріп, қазір Өскемен қаласында дәрігер невропатолог болып қызмет етеді. Аслан күйеу баласы сауда компаниясында менеджер. Ұлы Талғат Астана қаласында атақты BI құрылыс компаниясында жобаның бас инженері. Нұрай болса мектеп оқушысы. Әулет деген қазақ халқында үлкен ұғым. Анда-санда әулетіміз бас қосқанда өткен дәурен, аяулы әке шешемізді, бауырларымызды, жолдасым қымбатты еске алып, қызықты естеліктер айтылып, біздің сарайымызды ашып, санамызды жаңғыртатын дәстүріміз бар. Мен ондай сәттерде ештеңеге айырбастай алмаймын дейді Ерболсын аға.
қасиетті, соқпағы бар жолы бар, дәстүр салтын сезінген жан сағынар. Тыңдай алсаң, ұға білсең егерде, әр әулеттің өзіне тән әні бар. Айталсын деп ұрпағына арнаған, бұл кешегі бабалардан қалған ән, бесігінен құлағына сіңді де, мұрагер боп сосын ұрпақ жалғаған. Әуен емес, ол шырқалар тосыннан, тек сол әнмен бақыт жолы ашылған. Салған соны бабалар мен әкелер, айтқан соны аналарда қосылған. Сынығындай асылдардың өлеңдір, айтта соны әулетіңде елен бір. Жалқы болып шырқалмайды бұл әуен, қос дауыста шырқалатын әуен бұл. Бар бойынан қасиеттек табылар, сол әуеннен дала заңы танылар. Тыңдай білсең, ұға білсең егерде, әр әулеттің өзіне тән әні бар.